Hakikat жақсы көрем. Әуелден бір көру арман болып жүрем. Вообще көріп тұрдым мен. Қашып болып қалдым. Қашып сұрап. Мен де қартайып қалдым ба құрсын? Сүйіспатшы мен. Мен кететін жанман ғой, ана бүгін келіншегіңіздің жанына барып жатыңыздар. Үндемей барыңыз енді құрсын, бүлдіріп аласыздар. Рахмет. Мына Мақпал келіп, байым дыбыс бітті деген атақ жақсы дейсіз. Тыныш кетейін құрсын. Ал құрдас аман болыңыз. Құрдас деген осы ғой мені. Қалжыңдасып, бір арқа-жарқа болып қалды. Дайын тіріліппегенде болды ғой біз. Еркек дейтін болды қалға. 20 жылдан асты. Әйтеуір сәлематсыз бен бәке деп шарып салады ғой бәрі. Сәлематсыз бен деп ешкім жақындаған қорғат бәрі. Сол қорыққанда дұрыс болды. Өйткені құрсын қолдан қолға кетіп қасық-қастара ғой дұрыс болды. Құдай басқа білмесін. Кто только меня не хочет добро айтқандай. Я одна, их много. Сондықтан да қызымның алдында абыройым кетіп қалмасын деп, сол үшін әйтпесе аяқ қолын балғадай қатырмын ғой енді. Жастардың әнін қабыл алыңыздар. Сара Жүнісбек деген сіңілім билеп жүрші апа деп бір жаңа ән жазып берді, 62 жасында. Сол әнді қабыл алыңыздар, билеп жүріңіздер, көңілдеріңіз тоқ болсын, көйлектеріңіз көк болсын. Ал, кеттік билейміз.